Түркістан облысында шығыс шеңбері атты туристік маршрут салынады. Жақында Киелі Түркістанға келетін саяхатшылар үшін қала сыртында жаңа маршруттар пайда болады. Бұл жобаның тұжырымдамасы дайындалып жатыр. Әзірге маршруттың 3 нүктесі белгілі. Шығыс шеңбері жобасының негізгі мақсаты тарихи орындар мен киелі жерлерді қайта жаңғырту. Осы жобаның арқасында туристік маршрут бойындағы елді мекен тұрғындарына табыс табуға мүмкіндік беру. Саяхат Созақ ауданындағы Қаратаудың Келіншектау деген жотасында орналасқан Арпа өзен таңбалы тастарынан басталады. Ондағы суреттердің жалпы саны 3,5 мың. Бүгінде бұл петроглифтерді ЮНЕСКО тізіміне енгізу жұмыстары жүріп жатыр. Екінші нүкте Баба Ата ауылының солтүстік шетінде мазарат ішінде орналасқан Ысқақ Баб кесенесі. Баба Ата Түркістан өлкесіндегі беделді дін иелерінің бірі болған. Оның қабірінің басындағы құлаған көне мазарының орнына 19 ғасырда жаңа кесене және медресе салынған. Осы жерде 1-3 ғасырдың ғибадатханасы табылды. Оның қазба жұмыстары жасалатын болады. Ал үшінші орын Құмкент ауылының маңындағы Жылыбұлақ жерінде орналасқан тарихи мұнара Баба Түкті шашты Әзиз мазары. Ол қазақ жұрты қиын қыстауда табынатын, жаны қиналса түсінде аян беретін киелі әулие болған. Оны Орта Азия, Қазақстан жеріне ислам дінін уағыздаушы болып саналатын Ысқақ Бабтың замандасы үзеңгілес серік ретінде айтады.